Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге жүректі тебірентетін тағдыр мен таңдау туралы өте әсерлі оқиғаны ұсынамыз. Егер осындай өмірлік мағынасы бар шынайы оқиғаларды тыңдағанды ұнатсаңыздар, арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдырсаңыздар, бізге үлкен қолдау болады. Ал енді, әкесі күштеп тұрмысқа берген қыз атты жүрекке жететін әңгімені бірге тыңдайық. Кешкі ауылдың аспаны қызғылт түске боялып тұрған. Самал жел есіп, көшенің шетінде өскен теректердің жапырағы баяу сыбдырлайды. Ал ауылдың ең шеткі үйінің алдында қолына бір шоқ дала гүлін ұстаған Дария үнсіз тұрды. Ол бүгін ерекше қуанышты еді. Себебі дәл бүгін Алмат оған өміріндегі ең маңызды сөзді айтатын сезген. Көп ұзамай алыстан велосипедпен Алмат көрінді. Жігіт Дарияның жанына келіп тоқтады. Екеуі бір-біріне үнсіз қарап күлімсіреді. «Күттің бе?» деді Алмат. «Сені күтпейтін күнім бар ма?» деп Дария жымиып жауап берді. Екеуі ауыл шетіндегі өзенге қарай жүрді. Бұл жер олардың бала кезден сырласатын екені. «Дария», деді Алмат, қалтасынан кішкентай сақина шығарып. «Бай емеспін, үйімде үлкен емес, бірақ сені өмір бойы бақытты етуге барымды саламын. Маған тұрмысқа шығасың ба?» Дарияның көзінен қуаныштың жасы ыршып кетті. «Иә». Алмат сақинаны оның саусағына тағып жатқанда, екеуі де өмірдің бұлай күрт өзгеретінін білмеген еді. Сол түні Дария үйіне ерекше көңіл күймен кірді. Анасы Арайлым қызының жүзінен бәрін түсінді. «Бір жақсы жаңалығың бар сияқты ғой». Дария қысылып күліп, «Анашым, Алмат бүгін маған ұсыныс жасады». Арайлым қызының маңдайынан сүйді. «Бақытты болсаң екен, қызым». Бірақ бәл сол сәтте есік тарс ашылды. Үйге Дарияның әкесі Досымжан кірді. «Не әңгіме?» Дария жүрегін ұстап, «Әке, Алмат екеуміз үйленгіміз келеді». Бір сәтке үй іші тым-тырыс болып қалды. Досымжанның жүзі күрт өзгерді. «Қандай Алмат? Әлгі кедейдің баласы ма?» «Әке, мен оны жақсы көрем. Махаббатпен қарым тоймайды», деп айқайлады Досымжан. «Мен қызымды жоқшылыққа бермеймін». Дарияның жүрегі зу ете қалды. «Әке, өтінемін». «Болды, бұл әңгімені енді естімейін». Арайлым араша түспек болды. «Ей, Досымжан, баланың көңілі ғой. Сен араласпа, мен бұл үйдің иесімін». Дария көз жасын тыя алмай жүгіріп бөлмесіне кіріп кетті. Ертеңіне ауылға қымбат көліктер келді. Үйге сәнді киінген Бағдат пен ұлы Омар кірді. Дария олардың не үшін келгенін бірден түсінді. Досымжан қонақтарды төрге шығарып, «Құдалық жайын сөйлесейік», деді. Дарияның қолындағы шай құйылған кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынған еді. Кесе сынығының дауысы үй ішін жаңғыртты. Барлығы жалт бұрылып Дарияға қарады. Дарияның қолы дірілдеп тұр. Көзінен жас моншақтап ағып кеткен. Бағдат орнынан тұрып, «Ештеңе етпес қызым, жас адам ғой», деп күлімсіреген болды. Бірақ Дарияның жан дүниесінде бәрі қирап жатқан еді. Ол әкесіне қарап, «Әке, мен сізбен сөйлесейінші», деді. Досымжан ештеңе деместен сыртқа шықты. Аулада күн батып бара жатқан. Дария әкесінің алдына келіп тізерлей отырды. «Әке, өтінемін, мені мәжбүрлеменізші». Досымжан қабағын түйіп, «Орныңнан тұр. Мен Алматтан басқа ешкімге тұрмысқа шықпаймын». «Шығасың». «Әке, мен бақытсыз болам». «Бақыт деген ақша бар жерде болады. Ертең жоқшылық көргенде өзім ақ түсінесің». Дария әкесінің аяғына жабысып жылай бастады. «Әке, мен сіздің жалғыз қызыңызбын ғой. Менің жылағанымды көріп тұрсыз. Неге жанымды түсінбейсіз?» Бірақ Досымжанның жүзі өзгермеді. «Мен шешім қабылдадым. Бір аптадан кейін құда түседі». Әңгіме бітті. Осы сөз Дарияның жүрегіне қанжардай қадалды. Түн болды. Дария бөлмесінде үнсіз жылап отыр. Анасы Арайлым кіріп келіп, қызының қасына отырды. «Қызым?» Дария анасының құшағына құлап, «Анашым, мені құтқарыңызшы». Арайлымның да көзінен жас ақты. «Қолымнан ештеңе келмейді, қызым. Әкеңнің айтқаннан аса алмаймын. Сонда менің өмірімше?» Арайлым үнсіз қалды. Өйткені оның да жастық шағында арманы орындалмаған еді. Сол түні Алмат Дарияға хат жіберді. «Ертең кешке өзеннің жағасына кел, соңғы рет сөйлесейік. Егер сен дайын болсаң, екеуміз бұл ауылдан кетеміз. Қалғанның бәрін өз мойныма аламын». Дария хатты оқып, жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл олардың соңғы үміті еді. Бірақ дәл сол сәтте есік ашылып, ішке Досымжан кірді. Ол Дарияның қолындағы хатты жұлып алды. Хатты соңына дейін оқып шықты. Бір сәт үнсіз тұрды. Сосын хатты умаждап пештегі отқа лақтырып жіберді. Дария жалынға қарай ұмтылды. «Жоқ, әке, өтінемін». Бірақ кешеді. Хат көз алдында күлге айналды. Досымжан суығынмен,
Ертеңнен бастап үйден жалғыз шықпайсың. Сен Алматты енді еш қашан көрмейсің. Дария сол сәтте жүрегінің бір бөлшегі мәңгілікке үзілгендей күй кешті. Ертеңіне Дарияның телефонын әкесі алып қойды. Үйдің қақпасы күндіз түні жабық тұрды. Досымжан қызын көзден таса қылмайтын болды. Алмат болса, өзен жағасында таң атқанша күтті. Әр өткен минут сайын жолға қайта-қайта қарайды. Келер, ол міндетті түрде келеді, деп өзін жұбатты. Бірақ Дария келмеді. Таң атты. Алмат үнсіз ғана орнынан тұрды. Жүрегі әлденені сезгендей ауырлап кетті. Үй ішінде Дария терезеден өзен жаққа қарап, көз жасын тыя алмады. Кешір мені, Алмат, мен бара алмадым. Ол терезені ашып жіберіп, Алмат, деп айқайлағысы келді. Бірақ дауысы тамағына тығылып қалды. Осы кезде Досымжан үйге Бағдатты шақырды. Бағдаттың жанында ұлы Омар да бар еді. Омар сыпайы көрінуге тырысты. Сәлеметсіз бе, Дария? Дария үндемеді, басын да көтермеді. Бағдат күліп, ұялып тұр екен. Досымжан да күліп жіберді. Тек Арайлым ғана қызының жанарындағы мұңды көріп, үнсіз көз жасын сүртті. Кешке қарай құдалықтың күні белгіленді. Барлығы мәз. Кек Дария ғана бөлмесіне кіріп, есікті ішіне жауып алды. Ол үстелдің тартпасынан Алмат сыйлаған күміс сақинаны шығарды. Сақинаны алақанына қысып, мен сені өмір бойы сүйемін, деп сыбырлады. Сол кезде есік қағылды, анасы кірді. Қызым? Дария жылап, анашым, мен қашып кетейін бе? Арайлым ұзақ үнсіз отырды. Сосын қызының бетінен сипап, қашсаң, әкең Алматты тірі қалдырмайды. Оның ашуын білесің. Дарияның өмірі қашып кетті. Сонда мен не істеймін? Білмеймін, қызым, білмеймін. Сол түні Алмат бәрін түсінді. Дарияның өз еркімен келмегеніне көз жетті. Таң ата салысымен ол Досымжанның үйіне келді. Қақпаның алдында тұрып, аға, маған бір-ақ рет Дариямен сөйлесуге рұқсат беріңізші, деп дауыстады. Досымжан сыртқа шықты. Кет бұл жерден. Мен Дарияны шын сүйемін, оны бақытты етемін. Сенің махаббатың маған керек емес, қызымның тағдырын мен шешемін. Дарияның да өз таңдауы бар. Осы сөзден кейін Досымжанның ашуы бұрқ ете қалды. Ол Алматты жағасынан ұстап, қақпадан сыртқа итеріп жіберді. Егер тағы осы үйдің маңына келсең, полициямен емес, менімен сөйлесесің. Сол сәтте терезенің ар жағында тұрған Дария бәрін көріп тұрды. Ол шыдай алмай терезені ашты. Алмат! Алмат жалт бұрылды. Екеуінің көздері түйісті. Арада бірнеше ғана қадам бар еді. Бірақ бәл сол сәтте Досымжан терезені тарс жауып тастады. Алмат соңғы рет Дарияның көз жасын көріп, үнсіз бұрылып кетті. Екеуі де бұл соңғы кездесу екенін әлі білмеген еді. Алмат үнсіз кетіп бара жатты. Дария болса терезенің ар жағында тізерлеп отырып қалды. Оның жүрегі дәл сол сәтте бірге кетіп бара жатқандай еді. Алмат, мені кешір, деп күбірледі. 2 күннен кейін бүкіл ауыл құдалықтың қамына кірісті. Үйге кілемдер төселді, қазан көтерілді, келін түсіретін күнде белгіленді. Тек Дария ғана бөлмесінен шықпай қойды. Тамақ ішпеді, ешкіммен сөйлеспеді. Арайлым қызына қайта-қайта кіріп, қызым, бір үзім нан болса да жеші. Дария басын шайқады. Менің өмір сүргім келмейді, анашым. Бұл сөзді естіген Арайлым егіліп жылады. Кешке қарай Досымжан бөлмеге кірді. Ертең көйлек таңдауға барасың. Дария орнынан атып тұрды. Мен бармаймын. Барасың. Мен Омарға тұрмысқа шықпаймын. Шығасың. Өлсем де шықпаймын. Дарияның бұл сөзі әкесінің ашуын туғызды. Не дедің? Мені мәжбүрлей алмайсыз. Досымжан қызына жақындап келді. Сен мені елге масқара қылмақсың ба? Мен сіздің қызыңызбын, мал емеспін. Мені неге біреуге беріп жібергіңіз келеді? Бұл сөз Досымжанға ауыр тиді, бірақ ол райынан қайтпады. Ертеңнен бастап үйден бір қадамда шықпайсың. Осы кезде Омар сыртта бәрін естіп тұрған еді. Ол алғаш рет Дарияның бұл некені қаламайтынын анық түсінді. Үйіне қайтқан соң әкесі Бағдатқа, әке, Дария мені сүймейді екен. Бағдат қабағын тиді. Сүймесе кейін сүйіп кетеді. Ал егер сүймесе ше? Әйелдің міндеті күйеуінің соңынан еру. Болды, бұл әңгімені доғар. Омар үнсіз қалды. Оның да көңілі алай-дүлей еді. Түн ортасы. Дария терезенің алдында отырып, Алмат сыйлаған сақинаны қолына алды. Көзінен жас тоқтар емес. Сол кезде терезенің сыртынан ақырын ғана тас тиді. Тоқ. Тағы бір рет. Дария орнынан атып тұрды. Пердені жайлап ашты. Терезенің түбінде Алмат тұр еді. Ол ештеңе демеді, тек алақанын жүрегінің тұсына қойып Дарияға қарады. Дарияның көзінен жас парлап кетті. Екеуінің арасын бір ғана терезе бөліп тұрды. Бірақ дәл сол сәтте үйдің ішінде Досымжанның дауысы естілді. Дария, терезенің жанында кім бар? Дарияның жүрегі зу ете қалды.
Дария, керезенің жанында кім бар? Деген Досымжанның даусы бүкіл үйді жаңғыртты. Дария селк етіп пердені жауып үлгерді. Алматта қараңғылыққа сіңіп кетті. Досымжан бөлмеге кіріп келді. Керезені неге аштым? Ыстық болды. Досымжан қызының жүзіне ұзақ қарап тұрды. Көзінің жасын байқап қалды. Ол әлі де сені іздеп жүр ме? Дария үндемеді. Жауап бер. Алмат келді ме? Дария басын төмен түсіріп. Иә, деді әрең. Досымжанның көзі қанталап кетті. Мен оған ескерткен едім. Таң ата салысымен Досымжан екі жігітті ертіп Алматтың үйіне барды. Риза есікті ашқанда сырттағы адамдарды көріп шошып кетті. Ассалаумағалейкум. Алмат қайда? Сол сәтте Алмат та сыртқа шықты. Мен осындамын. Досымжан оның жанына жақындады. Саған кеше не дедім? Мен Дарияны жақсы көрем, одан бас тарта алмаймын. Онда тыңдап ал. Егер тағы да қызымның жанына жоласаң, өзіңе де, анаңа да бұл ауылда тыныштық болмайды. Риза қолын жайып. Досымжан, балалардың обалына қалма. Олар бір-бірін сүйеді ғой. Үндемеңіз. Мен қызымды кедей үйге бермеймін. Алмат анасының алдына түсіп. Аға, байлық бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ Дарияны ешкімдей бақыт дей аламын. Досымжан ащы күліп жіберді. Сен бе? Әлі өз үйің жоқ, қалтаңда ақшаң жоқ. Менің қызым жоқшылық көрмейді. Алмат үндемеді. Бірақ көзінен жас паршып түсті. Осы кезде ауылдың бір тұрғыны алыстан бәрін бақылап тұрған. Бірнеше минуттан кейін бүкіл ауылға әңгіме тарап кетті. Досымжан қызы үшін жігітті қорлапты. Дария жылап жүр екен. Қыздың келісімі жоқ дейді. Бұл сөздер Досымжанның намысына тиді. Үйіне ашулы күйде келді. Дарияны шақырып алды. Ертең неке қиылады. Осыдан кейін бұл тақырып мәңгі жабылады. Дарияның өңі қуарып кетті. Әке, өтінемін, соңғы рет сұраймын. Мені Алматқа беріңізші. Жоқ, мен сізді өмір бойы кешіре алмаймын. Бұл сөзден кейін Досымжан бір сәт үнсіз қалды. Бірақ қатайған жүрегі жібімеді. Уақыты келгенде мені түсінесің. Дария көз жасын сүртіп. Жоқ әке, уақыты келгенде сіз өкінесіз. Бұл сөздердің екеуі де 20 жылдан кейін шындыққа айналарын ол кезде ешкім білмеген еді. Ертеңгі күн Дария үшін ең ауыр күндердің бірі болды. Ауылдың үстін тойдың дауысы басты. Біреулер қуанып жүр, біреулер дайындалып әлек. Ал Дарияның жүрегінде үнсіз дауыл соғып жатты. Ол айна алдында отырды. Алдында ақ көйлек. Бірақ бұл оның армандаған көйлек емес еді. Ол осы көйлекті кигенде бақытты қалыңдық боламын деп ойлаған. Ал қазір ол тек көз жасын жасырып отырды. Анасы Арайлым бөлермеге кірді. Қызының жанарына қарап жүрегі ауырды. Қызым, Дария анасының қолын ұстап. Анашым, мен бүгін өліп бара жатқандаймын. Арайлымның көзінен жас шықты. Кешір мені қызым, мен сені қорғай алмадым. Дария анасын құшақтап. Сіз кінәлі емессіз, сіз де әкемнің алдында әлсіз болдыңыз. Сол кезде сырттан Досымжанның дауысы естілді. Дария, дайынсың ба? Қонақтар келді. Дария орнынан тұрды, бірақ есікке жеткенде тоқтап қалды. Әке, Досымжан қызына қарады. Не болды? Мен сізден бір нәрсе сұрайын. Айт, егер бір күні менің бақытсыз болғанымды көрсеңіз, сол кезде өзіңізді кешіре аласыз ба? Досымжан үндемей қалды. Бірақ бірнеше секундтан кейін, артық ойлама, бәрі жақсы болады. Той басталды. Омар Дарияның жанына келіп отырды. Ол қыздың қуанышты емес екенін байқап тұрды. Дария, қыз үнсіз қалды. Мен сенің бұл некені қаламайтыныңды білемін. Дария алғаш рет Омарға қарады. Сонда неге үйленіп жатырсыз? Омар ауыр күрсінді. Өйткені мен де әкемнің сөзінен аса алмадым. Бұл сөз Дарияны таңғалдырды. Ол Омардың да өз тағдырымен күресіп жүргенін түсінді. Бірақ жүрегіндегі Алматтың орнын ешкім баса алмады. Сол күні кешке Алмат ауылдан кетуге шешім қабылдады. Ол анасы Ризаға. Анашым, мен бұл жерде қала алмаймын. Күнде Дарияны көріп, бірақ оған жете алмау мен үшін тым ауыр. Риза көз жасын сүртті. Балам, кейде адам жақсы көргеннен айырылса да, жүрегіндегі махаббатын жоғалтпайды. Алмат анасының қолын ұстап. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Жылдар өте бастады. Дария Омардың үйіне келін болып түсті. Алмат басқа қалаға кетіп қалды. Екеуінің жолы екіге айырылды. Бірақ екеуінің де жүрегінде бір сұрақ қалды. Егер сол күні біз өз таңдауымызды жасасақ, өміріміз қалай болар еді? Олар бұл сұрақтың жауабын 20 жылдан кейін ғана білетін еді. Дария жаңа үйге келін болып түскен күні бәрі сырттай әдемі көрінді. Үлкен үй, байлық, қымбат жиһаз. Бірақ сол үйдің ішінде Дарияның жүрегіндегі бос орынды ештеңе толтыра алмады. Ол терезе алдында тұрып, алыстағы ауылына қарады. Сол ауылда оның балалық шағы қалды. Сол ауылда Алмат қалды.
Омар алғашқы күндері Дарияға жамандық жасамады. Ол оның үнсіздігін, мұңын байқап жүрді. Бір күні: «Дария, мен сенің мені сүймейтініңді білем». Дария үнсіз отырды. «Бірақ мен саған жаман күйеу болғым келмейді». Дария алғаш рет оған қарады. «Мен сізге өтірік айта алмаймын. Жүрегім басқадан да қалды». Омардың жүзі өзгеріп кетті. Бұл сөз оған ауыр тиді, бірақ ол ашуланбады. «Мен түсінем». Дария Омардың үйіне келін болып түскен күннен бастап, оның өмірі өзгеріп кетті. Сырт көзге бұл үйде бәрі бар еді. Үлкен үй, молшылық, байлық. Бірақ Дарияға сол үйдің қабырғалары күн сайын ауыр сезілетін. Өйткені оның жүрегінде махаббат жоқ еді. Алғашқы айларда Омар өзін жақсы адам сияқты көрсетті. Бірақ уақыт өте келе, оның шынайы мінезі ашыла бастады. Омар ішімдікке жақын адам еді. Кешке достармен отырып, үйге мас болып келетін кездері көбейді. Дария үндемей қарсы алатын. Бір күні түнде Омар тағы да мас келді. Дария жай ғана: «Омар, осылай жүре берсеңіз, отбасыңыздан айырылып қаласыз», деді. Омар ашуланып: «Маған ақыл айтатын сен бе?» Дария үндемеді, бірақ сол сәтте Омар қолындағы затты үстелге қатты қойып жіберіп, үй ішін дүр сілкіндірді. Дария қорқып кетті. Ол алғаш рет күйеуінің ашуынан шошынды. Кейін Омар ашуын сөзбен шығаратын болды: «Сен мені ешқашан сүймедің. Мен саған бәрін бердім. Саған не жетпейді?» Дария үнсіз жылайтын. Өйткені ол Омарға жамандық жасаған жоқ еді. Ол пек жүрегін таңдай алмады. Бір күні үлкен ұрыс болды. «Дария, мен сіздің әйеліңізбін, бірақ мені адам ретінде сыйлауыңызды қалаймын», деді. Омар ашумен: «Сен әлде баяғы Алматты ойлайсың ба?» Дария үндемей қалды. Сол үнсіздік Омарға бәрінен ауыр тиді. Ол ашумен есікті тарс жауып шығып кетті. Сол түні Дария көп жылады. Ол әкесінің сөзін есіне алды. Байлық бар жерде бақыт болады. Бірақ бақыттың ақшаға сатылмайтынын ол енді түсінді. Арада бір жыл өтті. Дария ана атанды. Оның қолына кішкентай Қаусарды бергенде, өмірінде алғаш рет шынайы қуаныш сезінді. «Қызым, сен менің өмірдегі ең үлкен бақытымсың», деп сыбырлады. Кейін дүниеге екінші қызы Дания келді. Дария екі қызым құшағына алып: «Мен сендерді ешқашан өз тағдырларында таңдаудан айырмаймын», деп өзіне уәде берді. Бірақ оның жүрегіндегі жара жазылмады. Әкесі оны бір кезде махаббатынан айырды, ал өмір оны күн сайын сынады. Алмат болса алыста. Дарияның қандай өмір сүріп жатқанын білмей жүрді. Бірақ тағдыр олардың жолын 20 жылдан кейін қайта түйістіруге дайындалып жатқан еді. Жылдар өте берді. Дария сырт көзге мықты ел болып көрінді. Ол екі қызы Қаусар мен Данияны тәрбиелеп, үйдің барлық ауыртпалығын көтеріп жүрді. Бірақ ешкім оның әр түн сайын жастығына жас төгіп ұйықтайтынын білмейтін. Ол өз қайғысын ешкімге көрсетпеді, өйткені балаларының анасының мұңайғанын көргенін қаламады. Қаусар есейіп анасының жанынан қалмайтын қыз болды. Бір күні ол: «Анашым, сіз неге ешқашан күлмейсіз?» деп сұрады. Дария таңырқап қалды. «Неге олай ойладың, қызым? Сіз бізге күлгендей боласыз, бірақ көзіңіз ешқашан күлмейді». Бұл сөз Дарияның жүрегін ауыртты, өйткені қызы оның 20 жыл бойы жасырып келген мұңын байқап қойған еді. Ал Дания болса анасына ұқсайтын, жүрегі жұмсақ, бәрін сезетін қыз еді. Бір күні ол анасының ескі сандығын ашып қалды. Ішінен сарғайған бір хат пен кішкентай сақина шықты. «Анашым, бұл кімнің заты?» Дария қолындағы сақинаны көріп үнсіз қалды. Көз алдына 20 жыл бұрынғы Алмат келді. Өзен жағасы, алғашқы махаббат және орындалмаған арман. «Бұл менің өткен өмірімнен қалған бір естелік, қызым». Дания анасының көз жасын көріп: «Анашым, сіз біреуді қатты жақсы көргенсіз ғой». Дария жауап бере алмады. Сол уақытта Омардың да өмірі өзгеріп жатты. Жылдар өткен сайын ол бұрынғы қателіктерін түсіне бастады. Ол қыздарының әкесіне қарап: «Мен сендерге жақсы әке болуға тырыстым ба?» Қаусар үнсіз қалды. Өйткені балалар әкесінің үйдегі айқайларын, анасының көз жасын ұмытпаған еді. Бір күні Омар Дарияға: «Мен саған көп жыл бойы ренішпен қарадым, бірақ шын мәнінде мен өзімнің әлсіздігіммен күресе алмадым». Дария үнсіз тыңдады. «Сен менің жанымда болдың, мен саған алғыс айтуым керек еді». Дария жай ғана: «Кейбір жаралар кешіріледі, бірақ ұмытылмайды», деді. Арада бірнеше ай өткенде күтпеген хабар келді. Дарияға белгісіз нөмірден қоңырау түсті. «Сәлеметсіз бе, бұл Дария ма?» «Иә, мен Алматтың танысымын. Ол сізбен сөйлескісі келеді». Дарияның қолындағы телефон дірілдеп кетті. 20 жыл бойы жүрегінің түбінде сақталған есім қайта айтылды. Алмат. Ол бұл кездесудің өмірін қайта өзгертетінін әлі білмеді. Дарияның жүрегі кеудесіне сыймай кетті.
Ол телефонды қолына қысастап, әрен кіл қатты. Алмат? Сен бе? Телефонның ар жағынан бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын таныс дауыс естілді. Иә, менмін Дария. 20 жыл. 20 жыл бойы естімеген дауыс. Дарияның көзінен жас парлап кетті. Қалайсың? Жақсымын, ал сен? Мен де. Екеуі де жақсым дегенмен, жүректері бұл сөздің жалған екенін білетін. Алмат бірінші болып үнсіздікті бұзды. Мен сені көп іздедім, бірақ сенің отбасың бар екенін естіп мазалағым келмеді. Дария көз жасын сүртті. Неге дәл қазір хабарластық? Алмат ауыр дем алды. Өйткені кеше анам риза өмірден өтті. Дарияның жүрегі шімете қалды. Иманы саламат болсын. Соңғы демінде анам қолымды ұстап, балам, жүрегіңде кім қалса, соны бір рет болса да көр. Өкінішпен өмір сүрме деді. Дария үнсіз жылады. Бірнеше күн өтті. Дария әкесі Досымжанның үйіне барды. Қарт әке төсекте жатыр екен. Ауру әбден меңдетті. Бұрынғыдай айбарлы емес. Жүзі әжімге толған. Дария кіргенде Досымжан көзін әрең ашты. Қызым, келдің бе? Дария үнсіз басын изеді. Досымжанның көзінен жас ағып кетті. Мен саған қиянат жасадым. Дария үндемеді. Алмат туралы бәрін білдім. Оның ешқашан саған деген махаббаты өшпеген екен. Дария таңырқап әкесіне қарады. Ол жуырда маған келді. Не? Ол менен кешірім сұраған жоқ. Керісінше, мені кешірді. Егер сол кезде рұқсат бергеніңізде, Дарияны өмір бойы алақаныма салып жүрер едім деді. Бұл сөз Дарияның жүрегін тіліп өтті. Досымжан қызым қолынан ұстады. Қызым, мен сенің жастығыңды ұрладым. Мені кешір аласың ба? Дарияның көз жасы әкесінің қолына тамшылады. Ол өмір бойы осы сөзді күтті. Бірақ бұл сөз тым кеш айтылды. Дария әкесінің төсебінің жанына жайлап отырды. Досымжанның бір кездері тастай қатты болған қолдары енді дірілдеп тұр екен. Ол қызынан көзін тайдыра алмады. Қызым, мен сенің көз жасыңды көріп тұрып, жүрегіңді тыңдамадым. Елдің сөзінен қорықтым. Байлық сені бақытты етеді деп ойладым, бірақ қателесіппін. Дарияның көзінен жас тамшылай берді. Әке, мен сізді жек көргім келді, бірақ сіз бәрібір менің әкемсіз. Досымжан жылап жіберді. Сен той күні, бір күні өкінесіз деген едің. Сол сөзің күнде құлағым татырды. Бір күнде ұмытқан жоқпын. Бөлменің есігінің алдында тұрған арайлым да көз жасын тыя алмады. Ол осы күнді 20 жыл күткен еді. Досымжан жастығының астынан ескі бір конверт шығарды. Мұнаны саған беруім керек, бірақ батылым жетпеді. Дария конвертті ашты. Ішінде сарғайған бірнеше хат жатыр. Бірінші хаттың сыртында Дарияға Алматтан. Дарияның қолы қалтырап кетті. Бұл? Иә, Алмат саған талай хат жіберген, бірақ олардың бірде-бірін саған бермедім. Бәрін өзім алып қалып отырдым. Дарияның жан дүниесі астан-кестең болды. Неге? Сені одан алыстатсам, уақыт бәрін ұмыттырады деп ойладым. Дария хаттардың бірін ашты. Сарғайған қағазда былай деп жазылыпты. Дария, егер бұл хат саған жетсе, мен сені күтіп жүргенімді біл. Бір күн емес, бір жыл емес. Қанша уақыт керек болса да күтемін. Хаттың соңындағы күнге Дария көзі түсті. Бұл оның тойынан 3 күн бұрын жазылған екен. Дария хатты кеудесіне қысып, өксіп жылады. Досымжан қызын шақырып алды. Қызым, менің өмірімнің көп уақыты қалған жоқ, бірақ сенен бір ғана өтінішім бар. Айтыңыз, әке. Егер жүрегіңде Алматқа деген сезім әлі бар болса, енді ешкімнен қорықпа. Қалған өміріңді өз бақытың үшін сүр. Бұл менің саған соңғы аманатым. Дария әкесінің қолын маңдайына басты. Мен сізді кешірдім, әке. Досымжан көзін жұмып үнсіз жылады. 20 жыл бойы ішіне жинаған өкініші сол көз жасымен бірге сыртқа шыққанда еді. Бірақ тағдырдың оларға дайындаған тағы бір ауыр сынағы бар екенін ешкім білмейтін. Жерлеу күні бүкіл ауыл жиналды. Жаназа аяқталған соң, адамдар біртіндеп тарай бастады. Дария әкесінің қабірінің қасында жалғыз қалды. Ол үнсіз дұға жасап тұрғанда, артынан бір таныс дауыс естілді. Дария. Ол баяу бұрылды. Қарсы алдында шашына ақ түсе бастаған, жүзіне өмірдің ізі түскен Алмат тұр екен. 20 жыл бұрынғы жас жігіт жоқ, бірақ оның жанары сол қалып еді. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз бір-біріне қарады. Сөз айтуға екеуінің де шамасы келмеді. Алмат ақырын ғана, көңіліңе қайғырып келдім деді. Дария көз жасын сүртіп, рахмет келгеніңе деді. Олардың алғашқы кездесуі дәл әкесінің қабірінің басында өтті. Тағдыр оларды дәл осы жерде қайта жолықтырды. Ал бұл кездесу
Екеуінің өмірін тағы бір рет өзгертетінін олар әлі білмейтін еді. Босымжанның жаназасынан кейін ауыл біртіндеп тыныштала бастады. Дария әкесінің қабірінің басында үнсіз тұрды. Алмат кетуге асықпады. Екеуінің арасында 20 жылдық үнсіздік тұрғандай еді. Ақыры Алмат сөз бастады. Қалайсың, Дария? Дария мұңайып жымиды. Жақсымын десем өтірік болады. Алмат басын изеді. Мен де солай. Екеуі ауыл шетіндегі баяғы өзенге қарай жүрді. Бұл жерге екеуі дәл 20 жыл бұрын соңғы рет келген еді. Өзен өзгермепті, тек олар өзгерген. Алмат суға қарап тұрып: мен сені көп күттім. Дария көзін төмен түсірді. Білдім, әкем хаттарды маған бермеген екен. Алмат үнсіз қалды. Алғашқы 5 жыл күнде хат жаздым, кейін ай сайын жаздым. Сосын түсіндім, сен бақытты шығар деп ойладым. Дария көз жасын сүртті. Мен бір күнде бақытты болған жоқпын, Алмат. Бұл сөзді естіген Алматтың жүрегі шымырлап кетті. Дария мен Алмат ештеңе деместен ауруханаға қарай асықты. Жол бойы екеуі үнсіз отырды. 20 жыл бұрын айырған тағдыр енді оларды бір көлікте қатар отырғызған еді. Бірақ екеуінің де ойы Омарда болатын. Ауруханаға жеткенде Қаусар мен Дания есік алдында жылап тұр екен. Анашым, екі қызы анасына келіп құшақтаса кетті. Не болды? Қаусар көз жасын сүртіп: әкем жұмыста жүріп, жүрегі ұстап қалды. Дәрігер палатадан шығып, науқас тек жұбайымен ғана сөйлескісі келеді. Дария палатаның есігін ақырын ашты. Омардың жүзі әбден қуарып кеткен, қолына жүйелер жалғанған. Дарияны көргенде әлсіз жымиды. Келдің де? Иә. Омар көзіне жас алды. Мен саған өмір бойы айта алмаған сөзім бар. Дария үнсіз тыңдап тұрды. Кешір мені. Бөлмені үнсіздік басты. Мен сені сүйемін деп ойладым. Бірақ сын мәнінде мен сені иемденгім келген екен. Сенің жүрегіңде емес, өз намысымды ойлаппын. Сен үнсіз жылағанда да сені түсінуге тырыспадым. Дарияның көзінен жас сығып кетті. Өткен өтті, Омар. Жоқ, өтпейді. Әр күні сенің көздеріндегі мұңды көрдім, бірақ оны өзгертуге батылым жетпеді. Омар біраз үнсіз жатты. Сосын Дарияның қолын ұстап: бір ғана өтінішім бар. Тыңдап тұрмын. Егер мен болмасам, өз бақытыңнан қашпа. Мен сені өмір бойы ұстап қалдым. Енді ешкім ұстамасын. Дария жылап жіберді. Олай демеңіз. Омар әлсіз жымиып: қызларымызға жақсы ана болдым, ал мен жақсы күйеу бола алмадым. Палатаның сыртында Алмат кетпек болып тұрған. Ол бұл отбасының арасына түскісі келмеді. Сол сәтте Қаусар жүгіріп келді. Аға, Алмат тоқтады. Сіз Алматсыз ба? Алмат таңырқап басын изеді. Иә, Қаусардың көзіне жас келді. Анам түсінде сіздің атыңызды талай рет айтатын. Енді бәрін түсіндім. Алматтың жүрегі шым етті. Дәл сол сәтте палата ішінен аппараттың үздіксіз дыбысы естілді. Ту. Дарияның жан дауысы дәлізді жаңғыртты. Омар! Қаусар мен Дания жылап палатаға қарай жүгірді. Алмат үнсіз есіктің алдында тұрып қалды. Тағдыр тағы бір парақты жапқан еді. Омарды ақтық сапарға шығарып салған күн де өтті. Қаусар мен Дания қара жамылып, аналарының жанынан бір елі шықпады. Дария бұрынғыдан да үнсіз болып кетті. Күндер өтіп жатты, бірақ үйдің іші бұрынғыдай емес еді. Айғай жоқ, ұрыс жоқ, тек ауыр тыныштық. Бір күні кешкі шай үстінде Қаусар анасына қарап: анашым, сіз біз үшін ғана өмір сүрдіңіз ғой, иә? Дария қызының жүзіне қарады. Неге олай сұрадың? Өйткені біз сіздің ешқашан шын күлмегеніңізді көрдік. Дария үнсіз қалды. Дания анасының қолынан ұстады. Біз сізді бақытты көргіміз келеді. Дарияның жүрегі елжіреп кетті. Менің бақытым сендерсіңдер. Қаусар күлімсіреп басын шайқады. Жоқ анашым, біз сіздің балаларыңызбыз. Бірақ адамның өз бақыты да болуы керек. Бірнеше күннен кейін Алмат ауылдан кеттес бұрын Дариямен қоштасуға келді. Ол үйдің ауласына кіргенде Дария үнсіз қарсы алды. Мен ертең қайтамын, деді Алмат. Бақытты бол. Алмат мұңайып жымиды. Дария, мен сенен ештеңе сұрамаймын. 20 жыл бұрында сұрамадым, қазір де сұрамаймын. Кек өз жүрегімді тыңда. Қандай шешім қабылдасаң да, мен оны құрметтеймін. Ол бұрылып кетпек болды. Сол кезде Дария: Алмат, тоқташ. Алмат артына бұрылды. Дарияның көзінен жас ағып тұрды. Осы жолы мен үнсіз қалғым келмейді. 20 жыл бұрын үндемегенім үшін өмір бойы өкіндім. Дария, маған уақыт бер, мен қыздарыммен сөйлескім келеді. Мен енді ешкімнің емес, өз жүрегімнің шешімін тыңдағым келеді. Алматтың көзінен де жас шықты. Мен күтемін, бұл жолы қорықпай күтемін. Сол түні Дария қыздарын жанына шақырды. Ұзақ үнсіздіктен кейін ол алғаш рет Алмат туралы бәрін айтып берді. Қалай танысқанын, қалай сүйгенін, қалай айырылғанын. Әңгіме біткенде Қаусар мен Дания көз жастарын сүртіп отыр екен. Қаусар анасын құшақтап: анашым,
Енді өз бақытыңыздан бас тартпаңыз. Атамыздың соңғы аманаты да сол болды ғой. Дания да анасының иығына басын қойып, біз сіздің бақытты болғаныңызды қалаймыз. Дария екі қызын құшағына қысты. 20 жыл бойы алғаш рет оның көз жасымен бірге жүрегіндегі ауыр жүк те жеңілдей бастағандай еді. Көктемнің алғашқы күндерінің бірі еді. Ауылдың іші бұрынғыдай тыныш. Дария қолына бір шоқ ақ қызғалдақ алып, әкесі Досымжанның қабіріне келді. Қабірдің басына гүлдерін қойып, ұзақ үнсіз отырды. Әке, деді ақан, сізге деген ренішімді баяғыда кешіріп қойғанмын. Бірақ сіздің бір шешіміңіз менің жастығымды алып кетті. Дегенмен мен сізге берген уәдемді орындаймын. Қыздарымды ешқашан күштемеймін. Ол дұға оқып көз жасын сүртті. Дәл сол кезде артынан таныс дауыс естілді. Дария! Ол артына бұрылды. Алмат еді. Қолында бір тал ақ раушан. Алмат гүлді Досымжанның қабіріне қойып, аға, мен сізге ренжігенмін. Бірақ бүгін сізді де кешірдім. Өйткені ренішпен өмір сүру Дария көз жасын тия алмады. Бірнеше айдан кейін Қаусар мен Дания аналарына ерекше тосын сый дайындады. Анашым, бүгін сіз әдемі киініңізші. Неге? Өйткені бүгін сіздің күлетін күніңіз. Дария ештеңе түсінбей, қыздарының айтқанын орындады. Олар анасын баяғы өзеннің жағасына алып келді. Дәл сол жерде 20 жыл бұрын Алмат сақина таққан жерде. Алмат күтіп тұр екен. Ол Дарияға жақындап келді. Бұл жолы мен саған ұсыныс жасау үшін емес келдім. Онда не үшін? 20 жыл бұрын тағдыр бізден бәрін тартып алды. Бірақ қалған өмірімізді ешкім тартып ала алмайды. Егер сен дайын болсаң, қалған ғұмырымызды бірге өткізейік. Дария көз жасын сүртіп қыздарына қарады. Қаусар мен Дания күлімсіреп тұр. Барыңыз анашым, сіз бұған лайықсыз. Дарияның жүрегіндегі соңғы қорқыныш та жоғалып кетті. Ол Алматтың қолынан ұстады. Бұл жолы мен еш қайда кетпеймін. Алмат оның қолын ақырын қысты. Екеуі үнсіз тұрды. Өйткені кейде үнсіздік 1000 сөзден де қымбат болады. Бір жылдан кейін шағын ғана неке қию рәсімі өтті. Дабыралы той болған жоқ. Тек ең жақын адамдар жиналды. Неке қиюдан кейін Қаусар орнынан тұрып, менің анам өмір бойы бәріміз үшін өмір сүрді. Енді қалған өмірін өзі үшін сүрсін. Бұл біздің ең үлкен тілегіміз. Залда отырғандардың бәрі көз жасына ерік берді. Ал Дания анасына құшақтай жүріп, анашым, сіз бүгін өте әдемісіз. Бала кезінен осы күлкіні күттім. Дария қыздарын құшақтап еңіреп жылады. Алмат үнсіз ғана олардың жанына келіп, үшеуін құшағын алды. Сол сәтте Дария көкке қарап сыбырлады. Әке, мен сізді кешірдім. Енді жаным тыныш. Самал жел баяу ғана есі өтті. Бәлкім бұл әкенің де кешірім тапқан рухының белгісі шығар.